Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай кереметтей карамельный пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге әдеттегідей песочный тестамызды дайындап аламыз. Жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, араластырып, шетіне қойып қоямыз. Құмшекеріміз ери береді. Еленген ұнымызға қопсытқышымызды салып, бөлме температурасындағы майымызды салып, ұнға араластырып крошка жасап алатын боламыз. Ұн мен май жақсылап араласқаннан кейін жаңағы жұмыртқамызды құмшекер екеуін салып қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, холодильникке салып қоямыз. Енді ортасындағы начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай вареный сгущенка керек. Одан кейін сливки керек. Жүгері крахмалы, 2 жұмыртқа және ванильный сахарымызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осындай 24 диаметрлік формамызға жазып, арасын вилкамен тесіп, начинкамыздың ішіне құйып пісіретін боламыз. Барлық пирогтардың осындай песочный тесталары барлығы бір. Тек ортасындағы начинкасын әртүрлі етіп, неше түрлі қылып шығара бересіздер. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 30-35 минутқа пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.